Баршаға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін ешкімге айтпай қызылша егейін деп жатырмын. Бірінші өндіріп аламын. Сосын барып өніп шыққан соң жаңағы огородқа барып егемін да. Егер бірден барып огородқа егетін болсам, жаңағы қолайсыз жағдайлар кеуіп кетеді, басқа болады. 100% өніп шықпайды. Сондықтан бірінші өндіріп алам, сосын барып огородқа егем. Мен осы жылы барлығын сөйтіп жатырмын. Жаңағы укроп бар, петрушка, салат листья бар, болгарский көшеті бар, дарбыздың көшеттері бар. Барлығын осылай өндіріп алып, сосын апарып егіп жатырмын. Олар әжептер өсіп қалды. Қазір видеоның соңында көретін боламыз. Бүгіндікке жаңағы осы горилланың көмегімен, құтысының көмегімен осындай салафандар жасап, ішіне таза биогумус салдым. Енді не істеймін? Әрқайсына біреу-біреуден салып шығып, үстіне су құйып, салафанмен орап тастаймын. Бір 3-4 күнге жылы жаққа қоямын. Өніп шығуын күтеміз. Сосын азырақ өскен соң барып, қажетті жерге барып еге салатын боламыз. Қазір нелерді көрейік. Жаңағы листья салат, жаңағы укроп, барлығын осылай өндіргенем жақсы екен. Өте ыңғайлы способ. Мінекей қарап отырсақ, көрдіңіздер ме? Бірінші стаканчикке өседі, кейін ақ бөлемді, қажетті жерге осылай егіп қоя салам. Мына қазір жел болып, мына төбе жағын құрғатып жіберіп жатыр. Өте тамаша өсіп қалды. Укропты алатын болсақ, мінекей, жаңағы арасын 5 см етіп ашып, егіп шықтым. Тамаша өсіп жатыр. Біздің сарымсақтар өткен жылы еккен болатынмын. Өте тамаша, бұларды жақсы өсіп. Таза биогумусқа егілген. Түптері жуан, жаңағы өте тамаша. Мінекей. Енді арасында 1-2 сараң майдалары бар. Ол ұрықтан деп ойлаймын. Жаңағы ұрықтар майда ұрық болатын болса, нелерді, түптерді майда болады екен. 90% жақсы өсіп жатыр. Мінекей. Нәтижесін Құдай қаласа барлығымыз бірге көретін боламыз. Уақыты келген кезде жанақ шығарып. Болгарскийларымыз, бұлар да жақсы не істеді? Өнді, бұларды да стақанға отырғызғанмын. Ар жаққа барайық. Мына қатарда да болгарский. Мінекей дарбыздың көшеттері таза биогумусқа егілген. Бұлардың барлығы эксперимент, таза эксперимент болады. Жоғарыда редиска. Жағдайлары жақсы, өте жақсы. Міне мына жақта бізде де укроп. Қарап отырсаңыздар, бірінші стақандарға өндіріп аламыз, сосын ақ білеміз де отырғыза саламыз. Мына жерде петрушка. Бір топ-топ қылып, ыңғайлы. Сонда 100% өніп шығатты. Бізде мята. Жалпы мына жүгерілерді солай өндіріп алғанмын басында. Биіктігі 15-20 см болып қалды. Мына жерде огурцилар бар. Огурцилар да жақсы өзін сезінуде. Құдай қаласа жақсы өнім аламын деп ойлап жатырмын. Мына жерде 3 картошка. Мына топыраққа азырақ топырақ араласқан биогумусқа ектім. Жұп-жұмсақ болып тұр, әдемі болып. Жағы тамаша. Осындай қысқа нұсқа видео. Мына жерде тоже эксперимент сәбіз бұл жерде. Бұл да жақсы өсіп қалды. Ерте көктемде еккен едім. Осындай әр нәрселерді биогумусқа егіп, сіздерге де, біздерге де жаңағы білу үшін. Шынында биогумус
қажет нәрсе ма жоқ әлде қажет емес па? Көз жеткізу үшін осындай жасап жатырмын. Видеоға түсіріп, сіздердің назарларыңызға ұсынудамын. Ендеше баршаңызға сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Жалпы аман болайық. Келесі видеоларда кездескенше сау саламат болыңыздар.